Так. Барынша жарығы жақсы жер тауып алдым. Сравнительно тыныш. Бұл видео неге түсіріп жатырмын да? Потому что өзіме мен обещание бердім да, что мен 85 күн бойы ютубқа видео түсіремін деп. Бірақ челлендждің мақсаты, если даже оның ішінде диета болсын, режим дня болсын, или екіншісі кітап оқу болсын да, оның мақсаты сені таңертең тұрғызып режим дня дұрыстау емес та, хотя ол нәрсені істей алады. Екіншісі сені жаңа информацияны біліп, екінші пунктта кітап оқып да, ментально рухани даму емес та, негізі. Бірақ ол жасай алады. И үшіншісі сен качок оқып өтпейсің, но оны да ол жасай алады да. И төртінші мен жағдайымда ютубқа видео түсірем деген, или сендердің өздерін таңдаған пункттарын именно сол нәрсе үшін бес та ол негізі. Ол челлендждің түпкі мақсаты, негізгі оның нәтижесі, жемісі да, сендерде, бізде прям мықты сила воли дейді ғой, соны дамыту үшін негізі арналған. Потому что бұл челлендж сен кезінде мен жасай алмаймын, менің қолымнан келмейді ау деген нәрселерді, іс-әрекеттерді жасап, что ты сможешь, ты можешь деген, мен қолымнан келеді деген идеяны жеткізу. Оған нәрсе керек, тек фокус и воля керек болды. Сен сол кезде миың түсінеді, оказывается, мен кітап оқуды жақсы көрмейді екенмін кішкентай кезімнен деген, оказывается, ол емес причина. Қанша сен причина басында болды, мені көзім ауырады оқысам деген. Оказывается, проблема ода емес та, проблема тек сила волида. И осы челлендж мақсаты сені качок қылу емес, ментально мықты қылу емес, рухани байыту, жаңа информация емес та, ал негізгі, который байқалмайтын процесс, байқалмайтын продукт, байқалмайтын нәтиже, ол сенде дамитын мықты сила воли. Егер сен басында қадалып қалып жатсаң, үшінші күнде қадалып қалдың, бірінші күнде қадалып қалғандар бар, төртінші күн, сегізінші күн, вообще мен де онамда қанша челлендж істедім, басында да қадалған кездер болды. Но когда сен қадаласың да, кеше де сол момент болып қалды, мен қадалып қала жаздадым да, сол кезде сен уже барынша жауапкершілікпен қарайсың да, больше фокус қоясың. Допустим, құламаған адамнан, қадалмаған адамнан сен уже больше фокус қоясың, больше внимание қоясың, больше андай жауапкершілік сезінесің да, андай ой бастай салам без, сен уже қайтып бастамаудың не амалдарын іздеп бастайсың да. И вот сол кезде егер сен соны өтіп кетсең сол этаптан, болды, сенде уже дамып жатыр да ол нәрсе. Даже мен кеше қадалып қалсам да, суть ода емес та, қадалып қалып қайтадан бастауда. Главное күнде соны жасау да, түсіндіңдер ма? Күнде главное соны жасау. И бұл жерде миларың түсінеді, манағы айтқанда, что сендердің қолдарынан бәрі келеді. Просто фокус қойып, и күнде оны жасау керек. Ағылшын оқымағандар ағылшын оқып кетеді деген сияқты. Ол необратимый нәтиже ғой. Сен күнде жасай берсең, в любом случае сен нәтиже жетесің. Сол үшін топите, қорықпаңдар, қайтып қалсаңдар, қайтпастаңдар. Это не провал, да, это не значит, что вы лузеры, да, которые өмірде қолынан дым келмейтін. Просто надо больше работать. Сол нәрсеге көз жетеді. Наоборот, сендер көресіңдер, что над чем надо работать деген сияқты. Минустарын көресіңдер, так, менде шынымен сила воля аз екен, неге адамдар істеп жатыр, да? Значит, менде аз ба, давайте онда көп жасайын деген сияқты. Сол нәрсені жасасаңдар, сендерде сила воля пайда болады да, и сендер қалаған нәрсені, қалаған жаңа ниша болсын да, но заман қаттап жатқан сайын сен всегда жаңа информацияны дайын отырып, сен өсе беру керексің да. И сол кезде сен сила воля мықты болса, сен не то, что хочешь, а то, что нужно, сол нәрсе жасап бастайсың да. И сол үшін, бұл челлендждің негізгі мақсаты. Ал фигураны әдемі қылу, кітапты оқып, күшті болып кету, книжный черп болып кету, онда емес мақсаты. А негізгі мақсаты сол. Сол үшін қайтып бастасаңдар да, это не значит, что вы лузеры. До конца добейте. Вот просто надо больше работать деген сияқты ғой. В любом случае сендер өзгертеді бұл челлендж. Все, давайте топите до конца, мұнаймаңдар, сынбаңдар, дамыңдар. Бұл өмір ғой, сендердің бүкіл потенциалдарыңды бүкіл өмірге шығару керексіңдер да. Сендердің әр адамның потенциалы мықты, но оны көп адам оны істемейді. Көптің ішінде емес, мықты аздың ішінде болайық. Давайте.